Жапонияда сабақты зерттеу нәтижелері барлық мұғалімдер үшін жүйелі түрде жарияланады. Метатану үдерісінің мағынасы. Қалай оқу керектігін үйрету. Білімнің педагогикалық аспектісі. Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі. Дарынды және талантты оқушылардың мінез-құлықтардың пайдалы тізімін сәйкес креативті ойлау сипаттамасын көрсетіңіз. Эстетикалық қасиеттерді түсінетінін көрсетеді. Дарынды және талантты балаларды анықтауда өз білімін жетілдіру өлшеміне сәйкес келетін балаларда көрініс табатын ерекшелік. Олар өздерінің оқуларын реттей алады. Құрылымдалған ортадағы оқушылардың білім алу үдерісі ретінде тәжірибелік қоғамдастықтарға қатысуды зерттеген ғылыми бағыт. Әлеуметтік жағдаятты елестету, салыстыру, түсіндіру және дәйек келтіру, мақұлдау кезеңдерін қамтитын тәсіл дәлелдеу. Шулман құзырлы мұғалімге тән 3 белгіні көрсеткен, соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдыларының сипаттамасы. Оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі. Оқушылардың өзін-өзі ынталандыра отырып, оқуға деген ұмтылыс пен қызығушылықтарының пайда болуы, ішкі уәж. Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді. Оқушылардың оқу үдерісі.